Всем привет, қалайсыздар. Бүгін біз сіздермен балықтан донер жасайтын боламыз. Бұның түркшесін бірдеңке дрон деген бар еді. Ұмытып қалдым атын. Соны бірге жасайтын боламыз. Бізге керектігі оливковый май. Басқа салатқа қосатын майларыңыз болса да болады. Приправа разный, өздеріңіз қалауларыңызша, лаваш, балық, салатный листья и көкөністер керек болады. Сонымен бірінші жұмысымызды балықты тазалап алудан бастаймыз. Қазір менде мынау морозильникте тұрған балық, негізі кішкене бұны ертіп аламыз да мына жерінен ішін тазалайтын боламыз. Негізі бұл мангалда пісетін балық не ғой, донер. Бірақ біз енді домашних условиях жасайтын боламыз. Ал бисмилля деп енді бастаймыз. Бірінші басын алып аламыз. Мынаны ішіндегі икраларын шығарып аламыз. Бұздап тұрса оңай шығады просто. Көрдіңіздер ма? Таза шығады еще. Перчатка кимейсің ба деп. Қыздар, мен өзім үйге дайындағандықтан перчатка ештеңке кимеймін. Қыздар, мен уже жуып алдым. Енді балығымызды қазір екіге бөліп мариновать етіп қоямыз кішкене. Сосын мариновать еткеннен кейін жайлап пияздарымызды, көкөністерімізді тураймыз. Мынаны скумбрия балығы. Негізі сковородка, бұны сковородкада да дайындаса болады. Қазір көреміз, маған қайсысы ыңғайлы, сода дайындаймын. Бізге негізі осындай кусоктар керек. Енді осыны қазір мариновать етеміз. Кішкене соевый соус. Көп емес, потому что тұз қосамыз. 1 чайный ложка менде. Тұз. Енді өздеріңіз қарап не істейсіздер ғой. Паприка и қара бұрыш. Уже араластырып қойдым бұны. Сосын чеснок. Чесноктың сыртын жуып алғам. Уайымдамаңыздар, чтобы тазалаған кезде былай ішін істейміз ғой, ұстаймыз ғой, соған жаман болмасын деп. Чеснок. Енді бұны араластырып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Жақсылап бұлай араластырған кезде бұлай артық алдына үйкеп жібересіздер ғой. Қыздар, неміз мариновать етіліп жатыр. Қойып қойдым оны. Енді бір пиязымызды домалақ қылып тураймыз. Жұқа қылып. Ыдысымызға салып, мындай жұқа қылып саламыз. Кішкене көк пияздарымызды, менде көк пияз, кішкене нелер бар. Укроп қаласаңыздар салып жүрсеңіздер болады. Бүкіл көкөністерімізді жұқа қылып тураймыз. Негізі помидор көп қоспаймыз, өйткені помидор балыққа кішкене қышқыл не беріп дәм береді ғой. Сол үшін чуть-чуть қосамын, чтобы сочный болу үшін. Огурцидың сыртын тазалап жібереміз обязательно. И помидорды қазір пиязға қоспай тұрамыз, өйткені пиязға кішкене пияз немен езіп аламыз. Тұзбен. Енді пиязымызға оливковый майымызды құйып, тұзымызды салып алдық. Енді кішкене паприкамен бұрышымызды салып, еземіз пиязымызды жақсылап тұрып. Мына пиязымыз езілді. Күшті болып, мына жұмсақ болып өзі езіледі. Енді огурцымызды, помидорымызды саламыз. Қыздар, мына қызды. Енді балықтарды алып қоямыз. Қаласаңыздар майлаңыздар, қаласаңыздар майламаңыздар. Мен балығым сәл майлы болғандықтан мен майламаймын.
Біздің балығымыз піскенше лавашымызды дайындайтын боламыз. Қыздар, мен кішкене все-таки майонез жағуға бел будым. Қыздар, міне балығым да былай пісіп жатыр, міне. Иісі деген вообще, шын айтам, қыздар, жасап көріңіздер. Мощный иісі. Особенно мен сияқты балық жақсы көретіндер. Кішкене анау менде қалың и үлкендеу болып тұр да. Соған бөліп жібересіздер. Енді өздеріңіз көресіздер ғой, ыңғайларыңызға қарай жалпы. Былай бүктеп аламыз.